Саламатсызбы балдар, отырамыз. Бүгін біз ашық сабақ өтеміз. Барлық өзіміздің осы уақытқа дейін өткен білімдеріңізді еске түсіріп, жақсы сабаққа қатысамыз. Сіздерге сәттілік тілеймін. Ал балалар, ең бірінші бізге қарап, біз бүгінгі сабақта 3 топқа оқушыларды бөлдік. Бірінші топ бізде қан тізімінде, екінші топ бізде сыныптар, үшінші топ бізде кәсіп қосылады. Енді балалар бүгін топпен жұмыс жасайсыңдар, түсінікті ме? Ең бірінші бізде үй жұмысын сұрау. Үй жұмысын сұрау үшін мен айналма дөңгелек деген әдісті қолдандым. Айналма дөңгелек. Бұл қараңдар, түсіндіріп жіберейінші. Мәселе бізде айналма дөңгелек айналады. Айналады бастамыз айналады. Сосын тоқтағанда біз сұрақшыларды сұрақты оқимыз, иә? Сұрақты оқып, сол сұраққа жауап береміз. Сосын сол сұраққа жауап бергеннен кейін жауабын көрсету дегенді басамызда жауабын өздерінің жауаптарымен салыстырасың, жарайды ма? Әр жауап бергенде бір балдан қойылады. Ал бастаймыз. Вика суммасын сұрау. Кім бастайды? Қолымызды көтереміз. Бекнұр, кесі шығып. Қысымы ауданынан тіректегі. Қысымы ауданынан кері пропорциялы. Арттырғанда қысым артады, себебі қысым күшке тура тартады. Молодец, жауабын көрсетіп отыршы. Келесі. Бөлінген метр квадратына алады. Бөлінген метр квадрат оқу бағдарламасына сәйкес болу мақсаты қатынас ыдыстарды қолдануға мысалдар келтіру. Біз бұл жерде баласында топтық жұмыс болады. 3 топтың өзінің әрқайсының жұмыстары бар. Бір қараймыз ба деймін. Мұқият тыңдаймыз. Қатынас ыдыстар деп тағдан қайталап өтеміз. Өзара жалғасқан екі немесе одан да көп ыдыстар жиынтығын айтамыз. Әр түрлі пішіндегі қатынас ыдыстар болады. Мұны суретте көріп тұрғандарында, яғни бұлар төменгі табандар арқылы байланысқан, өзара жалғасқан екі немесе одан да көп ыдыстардың жиынтығы. Қатынас ыдыстардың қасиеті. Кез келген пішінді қатынас ыдыстардағы тыныш тұрған бір текті сұйықтықтың еркін беттері бірдей деңгейде болады. Гидростатикалық бұл парадокс деп аталады. Мына сұйықтықтардың деңгейлері бір деңгейде тұр. Қатынас ыдыстардың қасиеттері. Сұйықтардың тепе-теңдік шарты. Бұл жерде P1, P2, P3 қатынас ыдыстардың барлық беткі қысымдары барлығы тең болады. Барлығын қосылса P1
Екі ыдысты жалғайтын түтікке пластина орнатамыз. Пластина солға да оңға да қозғалмайды. Бұл оның екі жағына да сұйықтық түсіретін күштің әсер ететіндігін көрсетеді. Басқаша айтқанда, пластинаның екі жағындағы сұйықтықтың қысымы бірдей деңгейде. Мұндай жағдай екі жақтағы сұйықтық биіктігі бірдей болғанда ғана кездеседі. Қатынас ыдыстарда сұйықтық деңгейі күшіне тәуелсіз, екі жақта да бірдей болады. Бұл суретте көріп тұрғандарындай, қатынас ыдыстарға шайнек, су құйғыш, кофе қайнатқыш дейді ғой. Осы ыдыстардың барлығын біз қатынас ыдыстарға жатқыза аламыз. Қатынас ыдыстардың тағы бір қасиеті, қатынас ыдыстардағы әр текті сұйықтықтардың бағандары биіктіктерінің қатынасына, олардың тығыздықтарының қатынасына кері пропорционал болады. Қазір бұған Біздегі бірінші топтың тапсырмасы қатынас ыдыстар дегенімізге, желесіндегі проблемалық сұрақ. Егер де қатынас ыдыстарға бір текті сұйық су құйғанда, не себептен олардың деңгейлері бірдей болады? Түсінді ма? Сіздер соған жауап жазасыңдар, жауап айтасыңдар. Проблемалық сұрақты талдайсыңдар. Ал келесі екінші топ, мұқият тыңдаймыз екінші топ. Екінші топ сендерде проблемалық сұрақ. Егер де қатынас ыдыстардың тармақтарына әртүрлі сұйықтар құйған кезде, сұйықтардың деңгейлері қалай болады дейді. Қорытынды жасайсыңдар. Түсінді ма? Келесі үшінші топ сендер қатынас ыдыстардың қолданылуы бойынша жұмыс жасайсыңдар. Түсінді ма балалар? Сендердің әрқайсысы бұлардың алдарында постер бар. Сол постермен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде биіктіктер не болып тұр? Бірдей ме, әртүрлі ме? Дұрыс, сұйықтың деңгейлері, биіктіктері бірдей болып тұр. Не себептен? Себебі біз суды құйдық, екеуінен суды құйдық көрінеміз. Екі жағында су ғой, сондықтан да бізде қысымы да бірдей болады. Осыны жазамыз. Ыдысқа артекті су құйдық. Олар су мен май. Судың тығыздығы 1000 килограмм бөлінген метр куб. Майдың тығыздығы 930 килограмм бөлінген метр куб. Біз бір әр текті сұйықтар құйдық. Біріншісі су, екіншісі сұйық май. Қайсысы сұйық май көрініп тұр ма? Қайсысы деңгейі биік болып тұр? Деңгейі үлкен болып тұр. Сұйық майдың деңгейі үлкен болып тұр. Көрдік па? Не себептен ондай екенбіз? Не себептен ондай кеткен? Судың тығыздығы көп болғаннан майды жоғары дұрыс. Себебі судың тығыздығы көбірек болғандықтан ол естегі майды жоғары дұрыс жақсы жарайсыңдар.
құбыры, бірінші су жинағыш, екіншісі сорғылар, үшінші тұндырғыш, төртінші сүзгі, бесінші су құбыры мұнарасы, алтыншы мұнарадағы таза су жинағыш ыдыс. Бұл су құбырлары негізі қатынас ыдыстарына керек болып ауыл және басқа да мекемелерге жатады. Бұл көптеген заттарға және су құбырларына көмектеседі. Су құбырының жұмыс істеу принципі қатынас ыдыстарға негізделген. Қажетті су мөлшерін жинау үшін биік мұнараның үстіне үлкен көлемде ыдыс орнатылады. Ең алғашқы су құбырлар бірнеше мың жыл бұрын салынған болатын. Кім бірінші шығарады, алып кеп заттегені көрсетті. Келесі сұрақтарға логика қатыстырмасы бойынша болады. Жас сұрақтарға біз жауап береміз. Сұрақ қойылады. Осы сұрақтардың қайсысы сұраққа жауаптардың қайсысы дұрыс? Шамызда жауап береміз, соны басамыз. Қай жауапқа? Қатынас ыдыстарымен байланыстыруға болады. А. Сен жүргізген использование техника. Оқымай болушы тұлдары. Жаңбырға жаула. Тіп жаңбырға. Уақыт суынан қызыл. Қайсы жауап дұрыс? Жауабы тік. Оқса что? Тіп жаруға. Деме. Формула қатынас ыдыстар әрекетті сұйықтар тұрған кездегі формуланы жаттап келеміз.